ұстаздарға, жас мамандарға арналған тренингім көңілі көтеріңкі ұстаздың еңбегі де жемісті деп аталады. Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе деп Жүсіпбек Аймауытов айтып өтті. Тіл арқылы байланысу, қарым-қатынас жасау адамға ғана арналған басты байлық, ұлы сыйлық. Өзіміз білетіндей, ұстаз мамандығы басқа мамандықтарға қарағанда стресстік жағдайларға жиі душар болатындығы белгілі. Ал ұстаз өзінің профессионалдылығының ұстанымын жоғалтпай, әрдайым көңіл күйін көтеріп ұстау қажет. Көңіл күй адамның психикалық процестерге, барлық қызметіне, соның ішінде оқу материалын меңгеруге әсер ететін эмоционалдық жағдайы. Көтеріңкі көңіл адамға қуат бітіріп, бойын сергітеді. Қуаныш дегеніміздің өзі, адамның көңіл күйі жақсы болса, оқуға, еңбекке ынтасы артады. Қоршаған ортасына, отбасына, достарына деген сүйіспеншілігі тереңдейді. Көтеріңкі көңіл күйдің құпиясы әр адам өз күндерінің көңілді болуына үміт етеді. Жабыққан сәттеріңізде сәл ғана көңілге медеу болар оқиғалар көңіліңізді серпілтіп тастауы әбден мүмкін. Ендеше дәл сондай жағдайды өзіңізде жасай аласыз. Осы тұрғыда құлазыған көңіл күйіңіз төмен болған сәттерде мына істерді істеуге тырысыңыз. Өзіңіз істегіңіз келетін, бірақ істеуге уақыт таба алмай жүрген істермен шұғылданыңыз. Кездеспегелі, тілдеспегелі ұзақ болған ескі достарыңызға телефон шалыңыз. Өзіңіз ренжіткен адам немесе ренжіткен оқиғаны ұмытыңыз да көңіл сәттеріңізді есіңізге алыңыз. Әзіл қалжың, анекдоттарды оқыңыз да оны басқаларға айтып беріңіз. Күлкі жаназыға. Басқаларға көмектесіңіз, достарыңызға көмек қолыңызды созыңыз, оларды шабыттандыратын сөздер айтыңыз. Тәуекелшіл адамдарға көңіл жастар сөз айтыңыз. Өзіңізді аялай біліңіз, тәбетіңіз тартқан тамаша тағамдарды тұтыныңыз. Бөлмеңіздің ауасын таза ұстаңыз. Жақсыдан ғибарат алсаңыз, көзқарасыңызды одан әрі айқындай түсесіз. Көптеген даналық сөздерін оқып, оның мағынасына үңіліңіз. Көңіл күйді көтеруге, эмоцияны басқаруға арналған арт-терапияның 10 түрі. Шаршасаңыз, гүл салыңыз. Бір жеріңіз ауырса, мүсіндеумен айналысыңыз. Көңіл күйіңіз болмаса, кемпір қосақтың суретін салыңыз. Мазасыздықты сезінсеңіз, адамның бейнесін салыңыз. Уайымдасаңыз, оригами бүктеңіз, ою салыңыз. Шарасыздық сезімі болғанда жолдың суретін салыңыз. Күш қуатыңызды жылдам қалпына келтіру үшін табиғатты бейнелеңіз. Өз сезіміңізді түсінгіңіз келсе, автопортрет салыңыз. Мақсатыңызды нақтылау үшін тор немесе нысанның суретін салыңыз. Қорытындылай келе, күлімдеу, адамдарға қуаныш сыйлай білу, өзің де олардың да өмір жасын ұзартып, денсаулығын жақсартады. Барлық адамдармен күліп амандасу, үнемі ақ жарқын жүру, мүмкіндігінше айналаңа қуаныш сыйлау асыл қасиет.